біздің үлкен жетістігіміздің бірі деп білемін. Келесі бізде үздік мектеп белсендісі. Қарап тұрсаңыздар, бұл жобаны да іске асыру үшін бірнеше мақсаттар болды. 5 сынып болғаннан кейін бұл оқушыларымызды орта буынға бейімдеу үлкен мәселе. Бұл тек қана менің ғана мәселе емес, оқушылардың, ата-аналардың, мектеп психологының, яғни бастауыштан енді ғана қадам басқан балаларды орта буынға үйрету, бейімдеу. Бұл үлкен мәселе. Осы екінші жобаның мақсаты оқушыларды әлеуметтік ортаға бейімдеу, қабілеттерін дамыту және шабыт жобасын іске асыру болатын. Әрбір баланың бойында шамшырақ болады. Сол шамшырақты оята алу әрбір ұстаздың міндеті деп білемін. Яғни сол балалардың бойындағы қабілетті оята алу әрбір ұстаздың жүрегіне берілген мейірімнен ғана туады. Біз сынып жетекші емеспіз. Біз сынып жетекші болып қалыптасуымыз керек деп ойлаймын. Жақсы, енді үшінші кезеңге, яғни үшінші жобаға назар аударайық. Бұл жерде үздік оқушы жобасы. Бұны да балаларды оқуға ынтасын ояту үшін сынып ішінде ойлап таптық десем болады. Негізгі мақсаты оқушыларды ортаға буынға бейімдеу, сабақ оқуға деген қызығушылықтарын арттыру және ояту, және де білім сапасын арттыру болған. Қарап тұрсаңыздар, мына жерде ең бірінші төсбелгіні өзім оқушыға тарттым. Ең алғашқы төсбелгіні Бағжарға тарттым. Яғни бұл апта үздігі. Әрбір апта сайын балалардың күнделіктеріне қойылған бағаларды есептей келе апта үздіктерін шығарып отырамыз. Әрбір аптаның бір үздігі болады. Келесі аптада балалар қызығушылықтан, келесі аптада үздік мен болам, келесі аптада үздік мен болам деп сынып ішінде бәсекелестік туындады. Екінші аптада басқа оқушы. Қарап тұрсаңыз, келесі суретте Бағжар Камилаға тарып тұр. Яғни бұл бізде апта үздігі төсбелгісі ауыспалы. Және де осы арқылы біз неге апта сайын ұйымдастырдық? Өйткені бір айға ұйымдастырсақ, балалардың қызығушылығы төмендеп қалады деп ойладым. Сондықтан апта сайын алып отырған кезде балалардың қызығушылығы, белсенділігі күннен күнге